Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сіздермен ана тілі оқулығының бірінші сабағымен таныстыратын боламын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлеудің не үшін қажет екенін және ана тілі туралы білетін боламыз. Ана тілінде оқып, жазуды үйренеміз. Олай болса балалар, сөйлеудің бізге не үшін қажет екенін мына суретке қарап анықтайық. Қане балалар, суретте не көріп тұрмыз? Я, балаларды, сиырды, жылқыны, күшікті, қарғаларды көріп тұрмыз, я балалар. Я, бұл жерден қандай тұжырымдама жасауға болады екен? Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет екен. Дұрыс балалар. Алуан түрлі тіршілік иелерінің де өздерінің түсінісу тілдері бар екен. Мысалы, сиыр мөңірейді, жылқы кісінейді, қарға қаңқылдайды, күшік үрейді. Осыдан біз байқауымызға болады. Балалар, бізге сөйлеу не үшін керек екен? Қане айтайықшы? Я, сөйлесу үшін, түсінісу үшін, тыңдау үшін бізге сөйлеу қажет екен. Енді балалар, осы жаттығудағы мәтінді бір оқып аламыз. Балалар, біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады екен. Осыны ұмытпаймыз балалар. Енді келесі екінші жаттығуға қарайықшы. Өлеңді түсініп оқы дейді. Мен қазір оқып беремін, содан кейін сендер де қайталаңдар. Балалар, сендер тұтас оқуды үйрендіңдер. Олай болса, тұтас оқимыз. Әр нәрсенің мәні бар. Әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді. Жердегі жан-жануар. Бүркіт, барыс, қасқырда. Дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің дейді. Я, біз жаңа айтып өттік. Сиырды, жылқыны, күшікті, бүркіт, барыс, яғни бұл жан-жануарлардың тіршілік иелерінің өз тілінде, яғни түсінісе алатынын айттық. Енді балалар, олай болса, үшінші жаттығуды көркем етіп дәптерге көшіреміз. Азат жолдан бас әріппен бастауды ұмытпаймыз балалар. Үшінші жаттығуды орындап болсақ, төртінші жаттығуға назар аударамыз. Сәйкестендір. Бұл тапсырманы балалар біз білеміз, я? Қарқылдайтын не, қаңқылдайтын не, шиқылдайтын не, ырылдайтын не. Осы жазудағы жануарларды қалам арқылы, егер сіздерде дәптер болатын болса, осы жаттығулар тұр. Қалам арқылы сәйкестендіреміз. Олай болса, ойланып болса, қарқылдайтын қарға екен, қаңқылдайтын қаз екен, шиқылдайтын шиқ-шиқ ететін торға екен, ырылдайтын ыр дейтін күшік екен. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше